Қамырды теңдей екі бөлікке бөліп алғаннан кейін осылай қамырды ішке қарай басу арқылы домалақтаймыз. Қамырымыздың көлемі доп-домалақ болу қажет. Себебі бұл қамырды жайған кезде бұл да үлкен рөл атқарады. Қамырды бірден оқтаумен басып жаймаймыз. Ең біріншіден екі қолымыздың күшімен жақсылап әбден басамыз. Бұрындары үлкен кісілер айтатын, еуі қанғанша қамырды 60 рет бас дейтін. Бірақ енді бізге 60 рет басудың қажеті жоқ. Оқтауға ыңғайлы көлемге келгенше осылай басып шығамыз. Тек біркелкі жан жақтан барлығын басамыз. Енді қараңыздар, қамырымызды осылай қолымызбен не көзімізбен 4 бөлікке бөліп аламыз да, сол бойынша 4 жақтан оқтаумен басып шығамыз, ортасына қарай. Ортасын баспаймыз, тек 4 жағын айналдыра отырып басып шығамыз. Сөйтіп бір рет немесе 2 рет айналып шыққаннан кейін уже часовой немесе по часовой өздеріңізге қалай ыңғайлы жан жақтарымен уже айналдыра бастаймыз. 4 жақтан емес, жан жақтан айналдырып отырып басып шығамыз. Біраз басып айналып жайғаннан кейін уже ақырындап ортасында баса бастаймыз оқтаумен. Қамырымыздың көлемі ұлғайып, оқтаумен жаюға ыңғайлы болған кезде қамырымызға сәл ғана ұнды сеуіп, оқтаумен жаюды бастаймыз. Ал енді қыздар ескеретін жағдай, нанды жайған кезде екі аяғымыз, екі иығымыз тік тұру қажет. Кейбір қыздар болады, мысалы бір аяғын орындыққа қойып тұрып жаю, немесе екі аяғын орындыққа қойып жаю деген. Тік тұрып салмақ қамырға бірдей түсу қажет. Екі аяқ, екі иық тең болу қажет. Және де қамырға күшті қатты салмаймыз. Күш қатты басып біз жайған сайын күш салып, қамырымыз шет жақтары иреңделе бастайды. Және де қамырдың екі жағын ғана басып отырып жаямыз, ортасын баспаймыз. Егер ортасынан басып жаятын болсаңыздар, онда ортасы жұқарып, шет жақтары қалың болып кетеді. Нанды шет жақтарын ғана басып жайған сайын қамырдың ортасы өзі жұқара береді. Қамырды осылай айналдыра отырып жая береміз, қатты күш салмай. Байқасаңыздар, қамыр бізде ұнды көп аса қажет етпейді. Қамырды осылай жұп-жұқа етіп жаямыз, шамамен 1 миллиметрдей газет оқылатындай етіп жаямыз.